Отниел бидің белсенді қызметі арқылы Израильде 40 жыл бойы тыныштық орнады. Алайда Отниел қайтыс болған соң Израиль халқы Құдайдан бас тартып, маңайындағы елдердің тәңір мүсіндеріне табынған теріс істерін қайталады. Сондықтан маңайындағы басқа елдер Израильге қайта шабуыл жасайтын жағдай туды. Муап патшасы Еглон амондықтар мен амалектіктерді жинап алып, құрма ағашының қаласы Ерихонды басып алды. Еглон патша 18 жыл бойы Ерихон қаласын билеп, израильдіктерді қинады. Сонда израильдіктер қайтадан Құдайға жалбарына сыйынды. Құдай израильдіктердің жалынышын естіп, Буняминдік Ехудты таңдап алып, би ретінде тағайындады. Киелі кітап Ехудты Солақай деп атады. Соның негізгі мағынасы оң қолын қолдана алмайтын адам деген. Сол кезде израильдіктер солақайлық жаман деп санаған. Құдай Отниел сияқты үлгілі адамды би ретінде қолданған, және басқалар менсінбей елемеген адамдарды қолданған. Ихуд Муап патшасы Еглонға алым салық жеткізетін адам болған. Ол осы міндет арқылы Израильді қалай құтқарсам екен деп ойлап жүрді. Сонда Ихуд өзі Муап патшасына өте жақын бара алатынын есіне түсірді. Бір күні Ихуд патшаға салық жеткізуге бармастан бұрын оң жамбасына семсер жасырып алды. Бәрін жоспарлаған Ихуд өзімен бірге келген адамдарды бөлмеден шығарып жіберіп, патшаға: «Тақсыр, менің сізге айтатын бір хабарым бар» деді. Патша орнынан тұрған кезде Ихуд сол қолымен оң жамбасынан семсерді суырып алып, Еглон патшаға сұғып алды. Оны өлтірген соң Ихуд өзі кірген есіктен басқа есік арқылы шығып кетті. Қашып кеткен Ихуд Ефремнің таулы аймағында керней тартып, израильдіктерді шақырды. «Соңымнан еріп аттаныңдар, жауларың муаптықтарды Құдай сендердің қолдарыңа тапсырды» деді. Адамдар қуана айқайлаған шығар. Олар Ихудтың соңынан ілесіп, Иордан өзені жағасында тұрып, тіпті бір муаптықты да өзеннен өткізбей қойды. Сөйтіп Муап патшасы мен әскерлері құртылды. Содан соң керісінше енді Израиль Муапқа билік етті. Осылайша 80 жыл бойы елде тыныштық орнаған еді. Балалар, Құдай теріс жолда жүрген израильдіктерді құтқару үшін үлгілі адам Отниелді би ретінде қолданған. Сондай-ақ адамдар Солақай деп менсінбей елемеген Ихудты де би етіп тағайындады. Израильді құтқарған адамдардың арасында құрметке ие адамдар болды, еленбеген адамдар да болған. Құдай олар арқылы елді құтқарып, тыныштық орнатты. Билер кітабы Израиль халқы сияқты күнә жасауды қайталай беретін өз өмірімізге қарауға мүмкіндік береді. Осындай бізге көмек беру үшін амалдарды қолданады. Құдайдың мақсаты өз ниетіне сай біздің тыныштық пен өмір сүруіміз екенін естен шығармайық.